Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен панкейки рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін біздерге жұмыртқа керек болады, қант және ұн, кефир, ас содасы және сұйық май керек болады. Ең әуел біздер жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Оның үстіне кефирімізді құямыз және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, үстіне жарты ас қасық содамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксермен де болады, бленчикпен де болады. Жақсылап араластырып, әдемі сұйық масса болу керек осылай. Бұны қызып тұрған тапамызда қасықтап салып отырып пісіріп ала береміз. Осылай. Астын қатты қоймаңыздар, себебі күйіп кетуі мүмкін. Пончиктарымыздың бетіне осындай ақ көк пайда болады ғой, сол кезінде уже пісті деген сөз астын. Осылай аударып ала береміз. Тапамыз қатты қызып кетпесін өзіне күйдіріп аласыздар. Тапаға май жақпасаңыздар да болады, себебі өзінің құрамында майы бар. Сондықтан майлаудың қажеті жоқ. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып комментарий жазыңыздар. Осылай пісіріп ала бересіздер. Арқып қалауынша өздеріңіз сәндесеңіздер болады. Мен пісіріп алдым бүгін. Енді осыған үстіне шоколад, немесе клубникамен, немесе қаймақпен, сгущенным молокомен барлығын қалауынша қолдансаңыздар болады. Мына жерде мен сливкимен шоколадымызды ертіп, үстіне осындай әсемдеп шықты. Енді жұмсақ болады. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.